Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай әртүрлі сапалкалардың тоқылу жолын үйренеміз. Әзірше міне осы сапалканың тоқылу жолын үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, және сіздер осындай қылып тоқып шашуға шашсаңыздар да болады, және сатып сатылымға шығарып табыстасаңыздар да болады. Қыздар, бізге ең алдымен осындай жіп қажет. Сосын менде осындай 2 миллиметрлік немесе 1 миллиметрлік крючок қажет. Мен 1 миллиметрлік крючокты қолдандым. Осындай дөңгелек жасап алып, оған біз 6 столбик 5 накида тоқимыз. 2, 3. Мендегі бұл жіп иранский жіптер, бізде шашуға арналған жіп деп айтайды. Бағасы да өзінің арзан. 600 ба 700 теңге. Осы шашуға арналған арзан жіп болып табылады. Осындай жіп менде. Сосын осы 6-дан кейін біз әрқайсына 6 столбиктің үстіне әрқайсына 2 столбиктен тоқимыз. Сонда бізде барлығы 12 столбик болады. Қараңыздар, бізде мынау столбиктеріміз көбейтіп жатыр. 9, 10 және де 11, 12 столбикті тоқып жатырық. Столбик 5 накида, бұл екеуінің арасын қосамыз. Қараңыздар, енді бір сақина тоқыдық, сосын айналдырамыз. Столбик 5 накида тоқимыз. 3 сақина тоқисыздар, айналдырасыздар. Енді тройной столбик с накидын тоқимыз. 1, бізде міне біріншісі, екіншісі және де үшіншісі. Осылай тағы тоқимыз. 1, 2, 3. Тағы тоқимыз. 1, 2, 3. Енді төртіншісін тоқимыз да. 1, 2, 3. Және енді осы двойнойды біз, қараңыздар, дәл қасындағы столбикке біз тағы 4 тройной столбик с накидом тоқисыздар. Міне бір жерге 4 столбик тоқисыздар. Тройной столбик бұл жерде. Енді қараңыздар, сақина тоқисыздар. 4 сақина, сосын төменгі жаққа осылай тоқып бітіресіздер. Енді біз 1, 2 және 3-ін тоқисыздар да, ортасына, дәл ортасына, осы екеуінің ортасына біз осылай столбикпен тоқисыздар. Және тағы біз енді 3 немесе 4 сақина тоқисыздар. 1, 2, 3, төртіншісі. Және тағы да осындай тройной столбик с накидом. 4-ін тоқисыздар. 2, 3 және де төртіншісі. Содан кейін дәл қасындағы бірінші столбикке біз тағы тройной столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3 және 4. Төртеуін осылай тоқисыздар. Сосын 4 сақина тоқып, мына лепестогымыз бітеді біздің. Міне қараңыздар, біздің екінші лепестогымыз. Тағы да 3 сақина тоқимыз. Оны арт жағына, дәл ортасына қарай ілдіресіздер. Тағы 4 сақина тоқисыздар. Жанағына қайтадан қайталаймыз. 1,
2 3 1 2 3 общий барлық төртеуін тоқисыздар. Тап осылай жалғастырып тоқи бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Осындай әдемі гүліміз шығады. Қараңыздар, міне осындай әдемі гүліміз шықты. Осыны біз қазір міне осындай заколкіге клейлейтін боламыз. Міне осылай. Ал енді біз оның дәл ортасына қазір әдемі қылып осы қоңыр түстен ортасын тоқитын боламыз. Ол үшін біз қоңыр жіпті аламыз. Сақина жасайтын боламыз. 4 сақина тоқимыз. 1 2 3 және де 4. Осылай 4-еуін тоқып аласыздар да, крючоктың ішіне ең бірінші сақинаға міне осылай жібімізді тартамыз. 1, тағы крючокқа жіб аламыз да, екіншісін тартасыздар. 3-ші, 4-ші және де 5-шісін аласыздар. Осының барлығын бірге бір осылай тоқып аласыздар. Сосын тағы 4 сақина 2 3 4-еуін тоқисыздар да, ең басындағы кіргізген жерімізге бірінші столбикке бірінші сақинаға осылай тоқып бітіреміз, қиямыз. Міне осылай тартамыз. Секунд байлап тастасаңыздар болады. Байлап керек емес жіптерді арасына өткізіп, керек емес жіпті қиып тастайсыздар, қалған жіпті. Міне осылай бірінші байлап аламыз. Мына жерде арасына өткізіп жіберсеңіздер болады, немесе осылай қиып жіберсеңіздер де болады. Осылай қазір біз клейлейтін боламыз. Қараңыздар, міне дайын невидимкамызға осылай клейлеп көрсетейін сіздерге. Міне дәл ортасына осылай қойып, шеттерін ғана басасыздар. Міне ортасын қатты басып жіберуге болмайды. Қатты басып жіберсеңіздер, жаңағы ортасындай пушистый болмай қалады. Осылай шеттерін ыссы болып тұрған кезде клейді өстіп жабыстырып шығасыздар. Міне біздің осындай заколкамыз әдемі болып, дайын болып шыға келеді. Қараңыздар, мына заколкіге сіздерге көрсетейін. Міне гүліміздің арт жағына осылай клейді жағып аласыздар, ыссы клейді. Мына шетіне қарай жабыстырып, қаттырақ басасыздар. Өте оңай. Егер клейлеріңіз жоқ болса, жайлап ақ жіппен білдірмей осы жерді тігіп шықсаңыздар да болады. Ана қоңырды, ортасындағы қоңырын қоңыр жіппен жайлап арасынан өткізіп білдіртпей тіксеңіздер де болады. Міне біздің заколкамыз осындай болып шықты. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын.
ұнаса лайк басып, комментария жазып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Сіздерге түрлі күшті видеолар салатын боламын. Алдағы уақыттарда кардигандардың, бас киімдердің тоқылатын, қалай тоқылу керек екенін барлығын көрсететін боламын. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Ал қош аман, сау болыңыздар.